Барлықтарыңызға сәлем, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін біз осындай өте дәмді, өте жұмсақ сникерс пирожныларын дайындаймыз. Алдымен ыдысымызға 4 жұмыртқамыз бен қантымызды салып, миксермен араластырып аламыз. Массамыз ағарып, көпіргенше араластыра береміз. Одан кейін сүтіміз бен күнбағыс майын қосып, тағы да миксермен араластырып аламыз. Одан кейін құрғақ ингредиенттерді дайындаймыз, яғни ұн, какао және ас содасы мен қопсытқышымызды араластырып аламыз. Одан кейін електен өткізіп, тағы да миксермен араластырып аламыз. Одан кейін қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, миксермен тағы да араластырып аламыз. Одан кейін лопатканың көмегімен массамызды тағы да араластырып аламыз. Массамыз дайын болғаннан кейін осылай өздеріңіздің үйіңіздегі кез келген табаға осылай құйып аласыздар. Егер сіздерде кішкентай таба болса, оны екі бөліп немесе 3 бөліп құйып алсаңыздар болады. Мендегі таба осындай ұзын, сондықтан мен барлық массаны осы табаға құйып алдым. Астындағы пергамент қағазына мән бермеңіздер, себебі мен пергамент қағазын бірнеше рет қолданамын. Енді кремін дайындаймыз. Оған біз 500 мг сливки құйып, оның үстіне қант ұнтағын салып, араластырып аламыз. Яғни 1 минут араластырып алғаннан кейін біз творожный сырымызды қосып аламыз. Творожный сырымызды де 1 минут айналдырып алғаннан кейін, одан кейін маскарпоне сырын қосамыз. Оны да 1 минутта айналдырып аламыз да, креміміз дайын болады. Яғни кремімізді осы айналдырып жатқан кезде айналуы қатты қиынсыған сәтінде кремнің дайын болғаны белгілі болады. Міне біздің тортымыздың бисквиттері дайын. Яғни осындай менде ұзын болғандықтан осылай ортасын өлшеп кесіп алдым. Яғни осы кесіп алған кезде кремімізді жағып үстін жапқан кезімізде әрқайсымыз өздеріңіздің қалаған өлшеміңізде кесіп алсаңыздар болады. Яғни мен осылай дайындадым. Осылай үстін тегістеу мақсатында осылай тегістеп кесіп алсаңыздар болады. Менде ортасы қатты көтеріліп кеткен, сондықтан мен тестімді осылай қиып алдым. Енді біз оңай әрі қарапайым осындай карамель дайындаймыз. Карамель дайындау үшін біз мындай вареный сгущенка қолдандық, яғни қою болу керек, сұйық болса ағып кетуі мүмкін. Қою болғандықтан кішкене сүт қостым, одан кейін орехті қосып, осылай араластырып карамельді дайындап алдым. Одан кейін осындай қапшыққа салып алып, торттың арасына құюға дайындап қоямыз. Енді пирожныларымызды дайындау үшін жаңа кесіп алған бірінші тестімізді осылай төсеп, оның үстіне осылай кремді қапшықпен қапталдарына құйып шығамыз. Кремімізді толықтай жағып болғаннан кейін үстіне карамелімізді құйып шығамыз. Карамельді құйып болғаннан кейін тестіміздің екіншісін бетіне жауып, тоңазытқышқа 10-15 минутқа салып қоямыз. Яғни бұл жерде тестімнің бетін жауып қойғаным видеоға түсірілмей қалған, сондықтан сіздерден кешірім сұраймын. Одан кейін бетіне құятын шоколадты ганашымызды дайындаймыз. Осын шоколадтарды салып, оның үстіне сливки құйып, су моншасында ерітіп аламыз. Шоколадты ганашымыз ерігеннен кейін үстіне орехтерімізді салып, осылай міне пирожныларымыздың үстіне құйып шығамыз. Яғни мен пирожныларымды осылай 4 бұрышты етіп кесіп алдым. Әрқайсыңыз өздеріңіздің қалаған өлшемдеріңізде кесіп алсаңыздар болады.
Одан кейін шоколадты ганашымызды үстіне құйғаннан кейін осылай жан-жағына жағып тегістеп шығыңыздар. Шоколадты ыстық күйінде құймаңыздар, қатты салқында болмау керек. Себебі тез қатып қалады шоколад. Сондықтан сіздер оны қатты ыстықтай күйде құймаңыздар. Видео ұнаса арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар және қоңырау шанды басып қойыңыздар.